Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында жасалатын көп нәрсенің қажет етпейтін бір жасанды 40 штук шығатын панкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге ұн, сүт, жұмыртқа, май, қант, тұз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны қантты қосып, жұмыртқа көпіргенше жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Сонан соң тұз, сода, май, сүт бәрін қосып тағы да араластыратын боламыз. Сонан соң ұн қосатын боламыз. Бұл жерде ескере кететін жайт, ұнды бірден қоспаңыздар және сіздердің ұндарыңыз електен өткені жөн. Себебі панкейкті жеген кезде арасында ұндар іртік-іртік болып жүрмес үшін. Және де бұл жерде ешқандай да миксердің көмегінсіз венчикпен араластыратын боламыз. Сонан соң қызып тұрған табамызға жай отта панкейкілерімізді пісіріп аламыз. Міне осылай біздің панкейктеріміз піседі. Қараңыздар, піскен кезде беттерінен осылай түйіршіктер шығады. Бұл дегеніміз асып пісті деген сөзіміз. Одан кейін панкейктерімізді табадан аламыз. Осылай қызарып, әдемі жұп-жұмсақ болып пісетін болады. Егер де сіздер тура менің рецептім бойынша істейтін болсаңыздар, сіздерде 40 штук панкейк шығатынына сөз беремін. Міне осылайша менің видеомда аяқталып қалды. Егер менің видеом ұнаса, арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Егер сіздер маған тіркелсеңіздер, менің шыққан видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.